Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше, оңай, үйдегілер вау дейтіндей тағаммен бөліскелі отырмын. Құрметті көрермендер, каналыма тұрақты түрде сіздерге видео рецепттер бөлісіп отыратын боламын. Сол себепті менің видеоларымды өткізіп алмас үшін подписаться батырмасын басып, қоңырауды қойып кетіңіздер. Алдымен ыдысқа 250 мл салқын су құйып, артынша 2 жұмыртқа мен 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Алдын ала електен өткен ұнды аз-аздан салып, орташа қатты қамыр елеп аламыз. Қамырымыз тынғанша алдымен 200 грамм етті еттартқыштан өткізіп, артынша 3 дана пиязды қоса өткіземіз. Салмамызға дәміне қарай тұз, қара бұрыш, дәмдеуіш, мүмкіндік болса укроп немесе кинза салып, жақсылап барлық қоспаны араластырамыз. Үйі қанған қамырды жұқалап, әдемілеп жайып аласыздар. Жайылған жайманы үлкен ұзынша бөліктерге кесіп аласыздар. Бір бөлік жайманы алып, мендегідей кондитерлік шприц болса, салманы саламыз. Кіші ыдысқа салқын су құйып, үстіне аз ғана мөлшерде тұз саламыз. Бұл бізге қамырды толық жабыстыруға көмектеседі.
Екінші тәсіл, жай ғана қолмен салманы видеодағыдай жасауға да болады. Дайын болған қамырды төртбұрыш формада кесеміз. Соусқа бір кесе айран құйып, үстіне 5 тіс чеснокты үкіштен өткізіп, дәміне қарай тұз саламыз. Екінші ыдысқа ертілген сары май құйып дайындап аламыз. Кастрөлге су толтырып қайнатамыз. Қайнаған суға тұз бен дәмдеуіш қосып, тұшпараларымызды 10-15 минут пісіріп алған жөн. Піскен тұшпараны ыдысқа салып, үстіне біз дайындаған соус пен ертілген сары майды құямыз. Әдемілік үшін петрушкамен сәндеп қойсаңыздар да болады. Ас болсын!